Танбуридің кебісіндей. Араб әңгімесі. Араб ұлтында танбуридің кебісіндей болды деген тәмсіл бар. Бұл сөзді адамдар әлдебір қырсыққа шалдығып, құтыла алмай қойғанда айтады екен. Неге танбуридің кебісіндей делінген? Сол жайында әңгіме болсын. Баяғы заманда Бағдат қаласында Әбілқасым Танбури есімді бір сараң саудагер өмір кешкен екен. Танбуридің бір ескі қайыс кебісі болыпты. Жаңасын алуға ақшасын қимай, кебісі жыртылса, жамап, жасқап, киіп жүре береді екен. Ақырында әбден жамай, кебісі жамауға толып, жамайтын жері де қалмапты. Көрген ел әңгіме қылып, күлетінді шығарыпты. Екі адам бас қосса, Танбуридің кебісі әңгіменің басы болады екен. Осылайша Танбуридің жамау кебісі бүкіл Бағдат қаласына әйгілі болыпты. Бір күні дүние күйіп кетсе де, осы бір бәлені тастайыншы депті де, Танбури жамауға толы кебісімен қош айтысуға шешім қабылдапты. Алайда қанша құтылам десе де, неге екені белгісіз еш құтыла алмапты. Әуелі кебісін қоқыс жәшігіне тастайды. Сол күні базарға барып, иіссу толы шыны сатып алады. Иіссу құйылған шыныны үйіне апарып сөреге қояды. Бірақ қоқыс жәшігінің қасынан бір адам өтіп бара жатады да, Танбуридің жамау кебісін танып қалады. Іштей, Танбуридің кебісін бір жүгірмектер ұрлап әкетіп, әдейі осы қоқысқа лақтырып кеткен екен ғой, депті де, қоқыстағы жамау кебісті алып, Танбуридің үйінің терезесінен ішке лақтырып жіберіпті. Кебіс сөредегі иіссу құйылған шыныға тиіп, шыны жерге құлап сыныпты. Келіп қараса, жаңа ғана алған шынысы сынып, ал кебісі төрде жатыр екен. Танбури кебісін алыпты да өзенге лақтырып жіберіпті. Алайда балықшылардың бірі кебісті өзеннен тауып алып, оның Танбуридің кебісі екендігін бірден тани кетіпті. Сөйтіп, күнге кепсін деген ниетпен Танбуридің тамының шатырына қойып кетіпті. Көп ұзамай бір мысық келіп, кебісті тістелеп шайнай бастапты. Тамның төбесінде ет жеп отыр екен деп, Танбури мысықты айқайлап қуады. Мысық кебісті тістелей қашады. Тамдардың төбесінен жүгіріп бара жатып, мысықтың аузындағы кебісі түсіп кетеді де, көршінің жүкті әйелінің басына тиеді. Әбден жамалған кебістің салмағы да ауыр болып кеткен екен. Ал ол төбеден түскенде бірнеше есеге салмағы арта түсетіндігі белгілі. Сөйтіп, әлгі жүкті әйел сол жерде баласын түсіріп алыпты. Күйеуі кебістің Танбуридің кебісі екенін бірден түсініп, кебісті ала-мала бас қазыға барыпты. Қазыға барып, Танбури әйелімді ұрып, баласын түсірді деп арызданады. Кебіс қайта Танбуридің қолына табысталады. Мына бәледен құтыла алмадым ғой түге, деп жаны кейіген Танбури кебісті алыпты да кәрізге, канализацияға лақтырып жіберіпті. Алайда кебісі кәріздің тесігінен бітеліп қалып, 2 күннен кейін адамдарды әбігерге салады. Ақыры кәрізшілер келіп, кәрізді ашып қараса, әбігерге түсулеріне себеп болған Танбуридің кебісі екендігін ұғыпты. Адамдар тағы да Танбуридің үстінен қазыға арыз түсіріпті. Қазы оған дүре соқтырады. Жазасын алғаннан соң кебіс Танбуридің қолына қайта тапсырылады. Содан не керек, кебісті көміп тастамақшы болады. Сол ниетпен түнде тұрып жер қазуға кіріседі. Алайда көршілері бір нәрсе ұрлап жатыр деген күдікпен тәртіп сақшыларын шақырады. Тәртіп сақшылары Танбуриді тұтқындап алып кетеді. Біраз күн қамауда жатқаннан кейін сақшылар қолына кебісін ұстатып, түрмеден босатып жібереді. Танбури кебісті көпшілік баратын моншаға апарып қойып кетуді ойлайды. Сөйтіп моншаға кебісін қойып кетеді.
Сол күні моншаға қаланың әкімі барған екен. Ұрлықшылар қала әкімінің аяқ киімін ұрлап кетеді. Әкім моншадан шықса, аяқ киімі жоқ. Елдің бәрі шығып кеткенше кідірген ол, соңында қараса, тек жамау кебіс қана тұрғанын көреді. Әкім бірден кебістің иесі кім болса, ұрлықшы сол деген тоқтамға келеді. Көмекшілеріне кебістің иесін табыңдар деген тапсырма береді. Сұрастыра келе, кебістің иесі Танбури екендігі анықталады. Әкім Танбуриді ұрлық жасады деп қазыға шағымданады. Сөйтіп, жамау кебісі Танбуридің өзіне қайта оралады. Енді Танбури кебісті айдалағыдағы құмға көмейін деп шешеді. Қаладан ұзақ бір жерге барып, жерді қаза бастайды. Кенет тәртіп сақшылары келе қалып, Танбуриді тағы да тұтқындайды. Бұл жолы оған адам өлтірді деген айып тағады. Сөйтсе, Танбури қазып жатқан ұзақтау бір жерде өлген адамның денесі табылған екен. Тәртіп сақшылары күдікті ретінде айдалада жер қазып жатқан Танбуриді алып кеткені сол екен. Қазы тергеу жүргізеді. Тергеудің соңында Танбуридің адам өліміне түк қатысы жоғы анықталады. Танбури босатылады. Кебісі оған қайта қайтарылады. Бірақ әбден күйіп кеткен Танбури бұл жолы өзі қазыға кебісінің үстінен арыз жазады. Арызында ол кебістің иелігінен босатылғанына қатысты және бұдан бұлай кебісі үшін жауап бермейтіндігіне қатысты заңды құжат жазып беруін сұрапты. Міне, содан кейін кім бір қырсыққа шалдығып құтыла алмай дал болса, бірден Танбуридің кебісіндей болды деп айтатынды шығарыпты. Уақыт өте келе бұл сөз тәмсілге айналыпты. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.